Сәлеметсіздер ме, жас достар? Бүгін біздер еңбек нарығы және сұраныс тарауының 3-ші сабағын жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы кәсіпкерлік табыс көзі. Бүгінгі сабақта оқу кәсіби тақырыптар аясында қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсінесіздер. Яғни кәсіпкерлік табыс көзі тақырыбы бойынша жаңа сөздермен танысамыз. Келесі оқу мақсаты тәуелдік жалғауын дұрыс қолдануды меңгересіздер. Тақырып бойынша берілген тапсырманы орындау барысында тәуелдік жалғауларын қолданатын боламыз. Оқушылар, экрандағы суреттерге қарап көріңіздерші. Қайсысы мамандық, қайсысы кәсіп деп аталады? Мамандық арнаулы білім, еңбек дағдылары мен іскерлікті талап ететін еңбек іс әрекетінің түрі. Нақты бір сала бойынша айтылады. Мысалы, математика пәнінің мұғалімі, тіс дәрігері деген сияқты. Екінші ұғым кәсіп деген не? Бұл сөздің мағынасымен жаңа сөздерді тыңдау арқылы таныс боламыз. Алдымен бүгінгі оқу мақсатына қол жеткізу үшін экранда берілген жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Жаңа сөздер оқу кәсіби тақырыптар аясында қолданылатын сөздер қатарынан болмақ. Кәсіп, кәсіптік оқу және тәжірибе жинақтау нәтижесінде игерілетін белгілі бір білім мен машықтарды талап ететін еңбек қызметінің түрі. Кәсіпкер, жеке меншік иесі ретінде экономикаға жаңалық енгізетін, жаңа тәсілді қолданатын субъект. Инвестор, инвестицияны жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға, мемлекет. Пайда, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатудан түскен табыстың осы тауарларды өндіру мен сатуға немесе қызмет көрсетуге жұмсалған шығыннан асып түсуі. Табыс, белгілі бір уақыт аралығында жасаған қандай да бір қызметтің нәтижесінде мемлекеттің, жеке азаматтың не заңды тұлғаның алатын ақшасы немесе материалдық құндылығы. Шығын, кәсіпорынның қызмет барысында қаражатын азайтатын немесе міндеттемелерін көбейтетін жұмсаған не ұстаған шығыны. Бұл жаңа сөздер мәтінмен жұмыс жасау барысында бізге қажет болады. Естеріңізге сақтап алуға тырысыңыздар. Ал ендеше мәтін тыңдауға дайынсыздар ма? Мәтіннің ішінде кейбір сөздері жоқ екен. Сіздер мәтінді тыңдай отырып, жасыл түспен берілген сандардың тұсына, мағынасына қарай жаңа сөздерді немесе термин сөздерді табуларыңыз қажет. Мен сіздерге мәтінді балама сөздер көмегімен оқимын. Сіздер дұрыс жауабын тауып, жазып отырасыздар. Берілген дескрипторларға назар аударуды ұмытпаңыздар. Ал дайынсыздар ма? Ендеше бастаймын. Кәсіпкер немесе бизнесмен іс әрекетінің бәрі пайда немесе ақша табумен байланысты болатын адам. Дәлірек айтқанда, кәсіпкер бизнеске қатысты жаңа идеяларды өмірге әкеліп, оны күнделікті жағдайда іске асыратын адам. Мысалы, өз ақшасына тауар сатып алып, үстіне ақша қосып, қайта сатумен айналысатын саудагер, немесе бүгінгі күні бәрімізге танымал болып отырған донер, пицца сататын орынды, немесе көлік жуатын орынды өз бетінше ашқан адамдарды жеке меншік иесі деп айтуымызға болады. Сондықтан да кәсіпкер бұл жеке меншік бір бизнестің иесі, жаңа фирманы құрушы, ақша салушы адам. Жаңа зат немесе қызмет түрін ойлап тауып, оны нарықта сатумен айналысатын адам. Ақыл есі дұрыс,
өз ісіне жауап бере алатын, пайда мен жұмсаған қаражатын ажырата алатын, алдына қойған мақсаты мен жоспары бар, ақша табуды көздеген адам. Қажет болған жағдайда мәтінді тағы бір мәрте оқып шығыңыздар. Өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Бірінші жауап – табыс. Екінші жауап – кәсіпкер. Үшінші жауап – инвестор. Төртінші жауап – шығынды. Жауаптарыңыздың барлығы дұрыс болды деп есептеймін. Жарайсыздар. Құрметті жас дос, сабағымыздың оқу мақсатына негізделген екінші тапсырма тәуелдік жалғауға қатысты. Біздер алдыңғы білімге сүйенеміз. Сол себепті еш қиындық болмайды деп сенемін. Екінші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша кәсіпкерге берілген сипаттама қандай? Жалпы кәсіпкерлер несімен ерекшеленеді? Жауаптарыңызды тәуелдік жалғауының үшінші жағында жазыңыздар. Экрандағы дескрипторларға назар аударыңыздар. Барлығын жазып қойсаңыздар, өздеріңізді тағы бір мәрте тексеріп шығуды ұмытпаңыздар. Күмән келтірген тұстарыңыз болса, ұстаздарыңыздың көмегіне жүгініңіздер. Ал ендеше жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Кәсіпкердің жаңашыл идеясы, мақсаты мен жоспары болады. Сонымен қатар, оның басқа адамдарға ұсынатын қызметі бар. Қорыта айтқанда, бизнесі бар. Сіздердің жауаптарыңыздың барлығы дұрыс болды деп есептеймін. Оқушылар, бүгін біздер кәсіпкерлік табыс көзі тақырыбымен таныстық. Сабағымызда кәсіпкерлік туралы мәлімет алып, термин сөздердің мағынасын ажыратып үйрендік. Тапсырма орындау барысында тәуелдік жалғауы бойынша алған білімдерімізді жүзеге асырдық. Олай болса, жетістік баспалдағы арқылы өзімізді бағалап көрелік. Өзіңіздің сатыңызды анықтап, ұстазыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Құрметті тыңдарман, мен сіздерге өзіндік жұмыс ұсынғым келеді. Кәсіпкерлікке қатысты кәсіп, бизнес жоспар, пайда, табыс, шығыс, стартап, термин сөздерін қолдана отырып, менің болашақ кәсібім тақырыбында сыныптастарыңызбен ой бөлісіңіздер. Яғни, бірінші жақта баяндаудың қажет екенін ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.